бүгін әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде сайт жасаймыз, проект жасаймыз, барлығын практикада көрсетеміз. Осы күнге дейін нені үйрендік? HTML, CSS, JavaScript, осының барлығын қосамыз да бір сайт жасаймыз. Макетті верстать етеміз қазір. Код арқылы жазып шығарамыз. Бүгінгі сабақ өте ұзақ болады. Бұл сабақты 3-ке бөліп 3 күнге салатын боламыз. 3 бөлім ретінде. Ол бізде бірінші сабақта айтылған болатын. 3 бөлім 3 күн бойы біз бір сайт жасайтын боламыз деп. Сондықтан да енді барлығы бірден 2 сағат 3 сағатқа бере салмайық, бөліп берейін деп шештік, потому что сіздерде информацияны кішкене қорытып, өздеріңіз практикаларды қосуларыңызға мүмкіндік беру керек. Сондықтан енді давайте бастайық, уақыт созбай, потому что бұл реально ұзақ процесс. Сондықтан қараңыздар, мен осындай бір макет таптым. Енді барынша жеңіл макет алуға тырыстым, өйткені сіздерге де жеңіл болу үшін мінекей бізде осындай макет екен. Ұзақтау енді, конечно, но все же ойлаймын, мен 1,5 сағатта финал жазып тастайтын шығармыз деп осы жерден скачать еттік. И біз Figma-да ашамыз. Figma деген қандай программа? Figma деген Photoshop-қа ұқсайды, бірақ осындай макеттерді жасауға өте ыңғайлы программа. Мен осы макеттің ссылкасын сіздерге қалдырам Telegram каналға. И сіздер соған кіріп, тура осы макетті үй жұмысын орындайтын боласыздар. Енді қазір мынаны өзіме алу үшін мен бұл жерде, по-моему, мінекей duplicate to your drafts деген кнопканы басамыз да и open дейміз. Сонда біз жаңа өзімізге аламыз. Жаңаға бізде общий сетта тұрды. И мен қазір макетті өзімнің как аккаунтыма алдым деген сияқты. Figma-дан аккаунт создавать ету керек сіздерге, оп-оңай аша саласыздар, смело почтамен, номермен деген сияқты. Енді қараңыздар, Figma-да өте ыңғайлы негізінде платформа осындай немелерді, макеттерді алуға, макеттерді жасауға. Яғни қараңыздар, бір веб-дизайнер алды да осындай макет жасап шықты. Енді маған осыны верстать ету керек. И одан кейін менің артымнан бэкэндшик оған серверный частьтімен жұмыс жасайды. Так, не бар бізде? Нәжде мынандай нәрсе бар. Бізге самый главный бұл жерде фон алу керек. Так, давайте бірінші папка ашып алайық. Папка ашқан жоқпыз макетімізге. Қалай жасақ болады? IT студия дейік. IT студияның сайты екен, потому что IT студия. Енді алдыңғы сабақта айтқанымыздай барлығын тез жасап шығамыз. Индекс HTML ашамыз. Папка CSS. Main CSS. IMG. Так, біз логотиптер барғанда лого керек болады екен. Так что лого деген папка тоже жасайық. Пока жетеді. Пока жетеді, Sublime ашып. Керексіз нәрсені бәрін алып тастайық. Бізге пока что екі-ақ нәрсе керек. HTML және CSS. Так. Линк арқылы біз CSS файлымызды подключать етеміз. Все вроде. Основной қазір нәрселердің барлығын жасап тастайық. Headerдің ішінде контейнер. Осындай бірнеше конструкция жасаймыз. Білмеймін пока қанша керек. Headerдан кейін келесілердің барлығы section болады. Мына жерде div класстың классын бердік. Div'та, то есть класс бердік. Контейнер деген и ол бізде сақталады негізінде. Санам кстати, секшнмен копировать жасайды сызлақ. Мынаған давайте пока футер. Футер деген бізде последний айтқан болатын. Егер ұмытпасаңыздар. Вот, пока осылай. Так, body. Так, давайте біз неден бастасақ болады.
Опа. Давайте бір контейнерді анықтап алайық. Вот. Контейнерді көріп тұрмыз. Ұзындығы так 1113 дейді. Қалай ашсақ контейнерді? Мынада как бы бәрі бөлек тұр. Бір не бұл көріп тұрған жоқ. Негізінде макет қатты жақсы емес. Жасалған жұмысын айтамын. 1110 деп алайық. Давайте. Вот так, по-моему, осылай жасайды. Давайте мен алдыңғы бір жасаған макеттеріне қарап, содан қарап кішкене отырайық, потому что қате кетіп қалып жатса, уақыттың барлығын босқа қаламыз. Так. Ресімін алайын ба? Жоқ, қалды. Давайте ресторанын алайық. Ресторанның сайты бізде. Индекс HTML и CSS файл. Так, вот, кстати, ең бірінші бодиға біз жазамыз padding 0, margin 0, чтобы никакой отступтар болмау үшін width жаздым. И margin 0 авто. Margin 0 авто не үшін керек десеңіздер, ол контентті бір жолдың ортасымен қояды. Вот. Бастайық. Бізге в первую очередь мына картинка керек. Картинканы қалай аламыз? Мына картинка таңдалды ма? Жоқ. Біз картинканы алып тұрған жоқпыз қазір. Или картинка ма? Мына жақтан қарайық қазір. Мына кнопка. Так. Осы картинка болып тұр. Все. Осы не етеміз? Так, по-моему, дизайн. Дизайн деп ішінен экспорт. И картинканың барлығын SVG мен жазуды ұмытпаңыздар. Потому что ол реально өте маңызды нәрсе. Так, біз пока өзіміздің папкамызды ашқан жоқпыз. Өзіміздің папкамыз IT Studio ING. Давайте main болсын. Main SVG, main.svg деп қойдық пока что. Давайте header. Класс берген дұрыс негізі. Бізде header деген класс қайда? Бізде header деген класс жоқ па? Не проблема. Давайте background ing. Так, ing slash main.svg. Хотя здесь осылай болу керек. Біздер сайтымыз, кстати, ашқан жоқпыз, Так, вот сайт. Где ошибка? Где же наша ошибка? Correct. Main CSS style sheet. HTML filter space between. Background image деп беріп қойдым мен мына жерде. Жай background деп беріп көрсек қалай болады екен. Так. Енді қызық басталады. Біз жұмысымызды бастамай жатып барлығы осылай болып отыр. Кстати, не аштым деп ойласаңыздар, бұл консоль деп аталады. F12 кнопкасын бассаңыздар шығады. Осы жерден сіздер код көре аласыздар. Так. Маған мына формат ұнамай тұр, по идее. Кешірім сұраймын. Но неге көрмейді? Қарайық, фотомыз ашылып тұр екен. Main.svg ашылып тұр. Давайте просто немесе өзгеріп көрейік. Давай PNG-ға өзгертейік. Качествосы, конечно, болып кетуі мүмкін, но все же тексеріп көрмесек.
Может быть, мәселе осылай расширение тұрған шығар. Так, ештеңе өзгерген жоқ, значит, как бы расширение жоқ. Пенде ашылып тұр ма? Пенде ашылмай қалды. Ладно. Значит, SVG болып қалуы керек. main.svg мына жақта бізде main.svg путты дұрыс жаздық па біз? Осы сәтті қарайық, 2 точка. Опа! Бізде апостроф жоқ екен. Осындай қателіктерді қарап сіздер де біраз нәрсе түсінесіздер. Қазір артымда сақинам қалып кетті. Шошып кеттім негізінде. Так, слэштарымыз бар. Background, URL, SVG. Неге жұмыс жасамай тұр? Фонымыз қайда деген сұрақ. Background image все же беріп көрейік. Так, ладно. Кстати, мына жерде картинканы біз мына жақта HTML арқылы емес, CSS арқылы қойып жатқандарды көріп байқап тұрған шығарсыздар. Яғни задний фон арқылы беруге тырысып жатырмыз. Пока что жүзеге аспай жатыр. Неге екені белгісіз. Пока болмай жатыр. Болады. Бұйыртса болады. Тек қателігімізді іздеу керек. CSS қосылып тұр. Header деген классымыз жатыр. Background, URL. Папканың атын дұрыс жазып қойып, иә, барлығы да дұрыс тұр. Неге алмай тұрған белгісіз. Давайте background size берейік. Может быть, осынан шығар. Там условно 200 бере салайық. Чтобы шығамы шықпай ма тексеру үшін. Так, шыққан жоқ ла. Настолько бәрі ең басынан қате болады деп ойлаған жоқпын негізінде. Но repeat керек емес негізінде осы сәтте. Давайте басқа макет ашып көрейік. Мына жақта RGB арқылы берген background'ты. Тағы қандай background бар екен бізде қарап көрейік. Болу керек, жалғыз емес. Так, что-то я не понял. Деген тема. Міне. В принципе, бәрін дұрыс жазып тұрмыз негізінде. Қателік екенін ұқпай тұрмын. Какой-то баг па, қате ма, білмеймін. Link CSS main.css файлымыз тұр. Я понял. Может быть, бізде контент жоқ, сол үшін бізде, по-моему, background бермей тұр, иә? Все, достар. Түсінікті болды, қатеміз. Бізде пока контент жоқ, сол үшін картинкамыз шықпай тұр екен. Картинкамыз қазір шығады біз контент берген кезде. Ары қарай жұмыс жасайық, контентімізді алайық. Так, бізде мынандай менюшка бар екен. Главное, наши проекты, услуги, новости, контакты, яғни 5 вкладкадан тұрады, иә? Менің жасаған сайттарымда не бар, мысалы, давайте. Қарайық. Мына жерде мынандай 4 вкладка бар. Тағы да ресторанда мындай 4 вкладка бар тоже, иә? Давайте біз өзіміздің жұмысымызды қиындатпай ресторанның сайтынан алып
Меню көшірейік. Негізі кради как художник деген сөз бар. Біреу білер, біреу білмес. Бірақ бұл сөз негізі бұл способ негізі жақсы нәрсе да. Егер как бы бәрі дайын тұрса, зачем оны қайтадан жазып деген сияқты. Давайте қарайық, бізде қандай сөз жазу керек. Главное дейді. Мына жерде екі рет басасыздар, копировать етуге болады. Тура сөз екен. Копируем наши проекты дейді. Услуги. Услуги. Так, новости. Мына жерге тағы да біреу қосу керек, потому что бұл жерде төртеу ғана. Бесіншісін қосамыз. Копировать и вставляем. Пока не бар бізде, қарайық, қазір қате бітекте шығады бізде. Пока бізде осындай нәрсе бар. Конечно, бәрі бірден болмайды, сондықтан да ары қарай жұмыс істейміз. CSS файлын қарайық. Класс меню. Меню main. Меню main. Екеуін алайық. Вставляем. Хопа. Почти. Почти шықты бізде уже. Ну, қай жерде тұр екен? Так, прижатый, оң жаққа прижатый, Давай, отступ қарайық. Альтты, біреуін выделетеміз, и альтты басу арқылы келесі арқылықтан білуге болады. Қарақ екен. Значит, біз оны сол жақтан қырықтып алайық. Так, ол бізде каждый меню main келеді. Padding left 40. Міне араларын аштық. Так, мен түсінбей тұрмын, мына жерде үстінде merge қайдан шығып тұр. Қарайық. Пока кеткен жоқ, ладно, қараймыз, қарастырамыз. Так, бізге бұны оң жаққа беріп тұрмын. Сызып тұрып. Так, margin left 0 деп әрекет жасап көрейік. Осылай жасауға келе ме, келмей ме? Пока келмеді. Right 0. Бірнеше нәрсені қарастыру керек, конечно. Display flex беріліп тұр, vertical align middle. Жоқ, бұл басқа нәрсе. Text align center. Давай right. Так, бізде что-то не толып тұр. Margin left outer. Так, тағы да бір проблема. Оны басасыздар, естерге белгілеп көруге болады. Типа, что за проблема деген сияқты. Қайсысы не болып жатыр деген нәрсені білуге болады. Бұлай таңдауға да болады. Меню не дейміз. Display flex бізге осы үшін керек болып тұр. List style type'нан бізге точка алып тастады. По сути, бізге қазір осы нәрселер қажет болып тұрған жоқ. Оң жаққа қарай бізге апару керек біздің менюімізді.
О, маған беріп нәрсе аласыз. Так, мына жерде бізде не болып тұр? Ұзындығы 1110 болып тұр, иә? Padding 40, так, margin 16. Но. Бізде, как бы, оң жаққа қарай жабысу керек. Бізде жабыспай тұр. Space between жұмыс жасамай қалды. Space between жұмыс жасады. Пока что осылай қоя тұрайық менюімізді, потому что меню деген самый важный нәрсе емес бұл біздің сайтымызда, сондықтан кішкене маңызды нәрселерге де мән берейік и ары қарай жұмыс жасайық. Менюіміз бар. Кішкене сырқаттанып қалмай бетпесіздер. Егер кішкене сіздер кедергі жасап жатсам, мынау енді H6 деп жүрген. Қызық, H1-ден бұрын H6-ны қойған. Өте қызық. Астында бірақ H1 бірден кетеді. Опа. Так, все. И ұмытпаңыздар, достар, каждыйына класс беріп отырыңыздар, потому что класстың өзі маңызды. Енді қиындатпай классты тура сол нешінші H сонымен бере салайық біз. H1, H6. H6. Так, класспен жасамыз. Класспен жазамыз и тағыс берейік, жұмыс жасайын екен. Я, жұмыс жасады. H1. Қысқа жолдар бар, мысалы text align center деген бізде текстті ортаға қояды, и оны біз tats деп жазсақ, үш әріппен и tab кнопкасын басамыз, и как бы ол бірден конструкцияны алып шығады. Содан кішкене жеңіл нәрсе, ыңғайлы нәрсе. Так, қарасақ, как бы біздің жазуымыз қарап алып тұр, иә? Давайте түстерін қояйық. FFF деген ол бізде ақ түс. Екеуі де ақ, сондықтан бірге қоямыз. Әзірге келе жатыр, иә? Давайте так, главныйдан. Мынаған дейін 260 екен. 260 болып тұрса, так, меню, margin bottom 260 пиксель. Қараймыз, қазір біраз нәрсе өзгереді. Иә, өзгерді. Тексерейік, 260 бар ма, жоқ па? Так, мынаның өзінде margin бар екен. Алып тастайық. Мынаны да алып тастайық. Автоматически кейбір енді margin padding деген нәрселер болып қалады да, и за это жақын болып қалады нәрселер. Мен только вот мына жерді түсінбей тұрмын. Қазір тоже проблема шешеміз. Так, мына жерде екеуінің арақашықтығы 20 пиксель. Margin bottom 20. Margin bottom деген яғни астың жақтан есептеледі, егер қосаңыздар. Ну, примерно келе жатыр, иә? Пока текстпен шектеп қалып жатырмыз, иә. Так, мына жерде қараңыздар, біздің текст бір жолда тұр. Олар текстер екі жолда, решение деген сөзден кейін. Ну, давайте BR мен шеше салайық. BR деген тег жазамыз, и все. И қараусаңыздар, бізде что-то шрифтпен не то, иә? Давайте шрифт болса шрифтпен жұмыс жасайық. Главное деген сөзге бардық. Мысалы, услуги. Услуги болса услуги. Инспекттің ішінде біз жүріп тұратын Montserrat. И давайте Google Fonts-пен жұмыс жасайық. Google Fonts бізге қазір көмекке келеді. Алдыңыздар, ұлдайды етеміз. И қарайық, бізге керек Montserrat керек, иә? Мен барын өлемасты айтуға тура келеді. Өйткені сіздер де енден бастап жатсыздар, сондықтан маңызды каждый нәрсе.
Бізге қандай Монсеррат керек? Қарайық. Монсеррат 500 деген керек. Мен Монсеррат 500 алдық. Ары қарай. Мынау да Монсеррат 500. Мынау Монсеррат 800. Экстра болт дейді. Монсеррат 800. Монсеррат 500. Барлығын қарап шығасыздар. Монсеррат 700. Монсеррат 400. Біраз Монсеррат кетті. Зато бірақ бір шрифтпен ғана барлығын жасаған негізгі ыңғайлы бір. Монсеррат 600. Таңғалып тұрмын қазір. Монсерраттың осынша көп түрін қолданғандар. Монсеррат 400 болған шығар деп ойлаймын. Басқа шрифт шықса тіптен таңғалмаймын. 700 бар ма бізде? 700 де бар, 800, 400, 500, 600. 400-ден бастап бағын отырық бізде. Ну, примерно болған шығар деп ойлаймын. Давайте жетеді пока. Давайте осыны алайық. И біздің шаблонымызға осыны қосамыз. Линк арқылы. Линк арқылы қостық біз шрифттарда. Енді давайте шрифт беріп көрейік. Бізде менюда қандай болды? Кстати, менюда міне Монсеррат 500 деп тұр. Осы жерден алып копировать етіп қойсаңыздар вообще керемет болады негізінде. Ол бізде менюда бар. Менюдің ішіне қояйық. Обновить етеміз. Тура сол жазуға бізге шықты. Передовая студия. Ол да сол. Ол бізде H6. Üzeriniz üreticiyi тура. Так, все нормально. Мына жерде бізде то же самое басқа тема. Так, ол примерно ұқсап келе жатыр, Главное, менюмыз кішкене біраз дұрыс болмай тұр, оны түзейміз қазір. Но қалған нәрселеріміз келе жатыр. Давайте қызық нәрсе, кнопка жасаймыз. Кнопканы А-мен жасаймыз. Шрифт пока пустой. Зато класс керек. Класс бізге button деген класс керек. Наши проекты. Так, пока не написано. Пока остановимся. Button деген классқа кірдік енді. Так, тат береміз. Ақ түсті ма бізде кнопка? Түсті. Ну, пока не бар соң қойғатымыз. Не бар, не жоқ деген сияқты, Text decoration деген. Мынаны жазсақ, біз, по-моему, астында стрелкасын алып тастаймыз, Сызығын, дәл солай. Алып тастадық. Так, в принципе, кнопка бірақ ортаға бармай тұр, Қалай жасасақ. Бұнда да бармайды. Margin 0 авто деп көрейік. Так, бармай жатыр. Барғысы келмей тұр біздің кнопкамыз. Бізде заказ столика деген бар. Ол бізде button open pop-up дейді. Так, бізде амыз созылмай жатыр. Неге?
Неге бұл бүкіл нені алып тұр, контейнер алып тұр? Өзің ғана емес. Ну, по сути, бәрі өзің ғана алып тұр, То есть бүкіл контейнер алып тұр. Мына неге өшіп қалып тұр? Мен соны түсінбедім. Аха, все. Кажется, мен түсінген сияқтымын. Нет. Сонда да істемей тұр. Кнопка. Margin нөл автобусқа орта береді. Текст алғансатыр істемей тұр. Так, по сути, display flex мына үшеуі жұмыс жасамай тұр. Display flex align items center. Осында екі команда жазып көрсек, бәлкім жұмыс жасай ма деп ойлаймын. Әзірге жұмыс жасаған жоқ. Justify content center. Оп, кнопкамыз ортаға кетті. Так. Енді қарайық, 50. Margin bottom 50. Араға шықтық кетті. Енді бізге не керек? Арты керек. Түсін алдық. Background color. Түсін бердік, я? Аха. Полный кетті қазір. Ұзындығы 200. Биіктігі қателеспесем 45 болды, я? Дәл солай. Опа. Бізде тағы ортаға кетпей қалды, я? Ладно, қазір жасап алайық, сосын ортаға барады. Мына жерде бізге order shadow бар екен мына жерде. Figma'да бір жақсы inspect деген команданың ішінде сіздер дайын кодты ала аласыздар. CSS код бар, iOS-қа, Node-қа код бар. Мен что өзіме керек кодты алдым мына жерден болды. Box shadow және border radius. Border radius деген кәдімгі біздің төрт бұрыштымызды домалақ айналар түсетін. Міне, кнопкамыз почти один в один, я? Только шрифт мына жерде 500, я? Так, шрифтті ауыслайық мына жақтан. Так, қарап тұрсаңыздар, біраз код жазып тастадық, иә? Вот AMS-пен тез қарап тұрсаңыздар. Ол плагин өте маңызды. Вот кнопкамыз почти один в один болды. Только енді бізге оны ортаға қарай орналастыру керек. Margin нөл авто бәлкім қазір жұмыс жасайтын шығар. О, жоқ, бұл қателік болды. Display flex и қалай жасасақ? Татысты алмай тұр, жоқ. Flex бұзып тұр ма кнопканы? Онда. Так, бір тексеріп қояйын, даусымыздың барлығы нетіп жазып тұр, я? Так, мен әже түсінбей тұрғаным, неге кнопкамыздың кішірейіп қалды? Артқа барайық. Осылай болса, сонда кнопкамыз болып қалды. Так, значит, бізге мына нәрселер керек, я? Все, керек екен. Оқтым. Margin right қайдан келді бізге? Мен соны түсінбей қалдым. Margin right бізге қайдан келіп қалды?
маржин 0,5-тан 1-ге қосып қойсақ қалай болады? Дәл солай, керемет. Бізге керек нәрсе жасалды, иә? Все, в принципе. Мына бетті аяқтай салуға болады. Так. Кнопкаға басамыз и бетті аяқталынша 335 пиксель бар екен әлі. Давайте margin bottom 335 пиксель. 335 пиксель береміз и обновить етеміз. Как бы жасау керек дейміз, иә? Жасалатын шығар. Или хотя margin емес padding берейік. Padding арқылы берсек, ішкі отступ и ол өз бәрі көріну керек. О, жоқ. Мынау қате болды енді. Padding bottomды лучше біз алып хедерға тығуымыз керек оны. Мына жерге жазу керек как раз. Хедерға жазамыз. Сонда бәрі керемет болады. Мына жерде қарастырып көрейік. Бізде мынау не болып тұрсты? Аха, все. По-моему, я. Менюда бізде margin алып тұр, иә? Меню бізге margin шығарып тұр. Мына ететейік. Аха, түсіндім. Мына сәл алып. Кстати, бұл жерде CSS-қа код жазған кезде астына жазылған код үстіндегісін басып тастайды. Мысалы, өзде 2 мержі ғой. Кейбірімен келіспей қалады да, и сол болып қалады. Кейбір кездерде 40. Ана жерде 40. Padding top 40. Жоқ, маған емес. Оны біз мына жаққа жазамыз. Хедерға. Padding top 40. Обновить етеміз и все. Әдемі болды, иә? Енді қарайық, тағы да қарайық. Мына жерде бізде мынада проблема неге мынандай проблема шығып тұр. Ох, қалай. Телефон қосып қойдым. Осы сәтті қарастырайық қазір. Даусымыз жазылып жатыр дауыс. Қарайық. Контейнеріміз 1110. Біздің менюмыз оң жаққа бару керек, иә? Space between емес, right деп жазып көрсек қалай болады екен? Right деп жазып көрейік. О, керемет. Мінекей біз, по сути, алғашқы бетімізді жасап шықтық деп айта беруге болады. Сондықтан бізді құттықтап қойсаңыздар болады. Бүгінге біздің 9-шы сабағымыз аяқталды. Әрмен қарай келесі 10-шы және 11-шы күндердің сабағында осы сайтымызды аяғына дейін жасайтын боламыз. Егер бүгінгі сабағымыз сізге пайдалы болған болса, мен өте қатты қуаныштымын. Менің инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ келесі сабақтарда біз осы сайтты аяқтап жасайтын боламыз и оны сіздер де жасайсыздар. Дәл қазір мен осы сайттың макетін Figma-дағы ссылкасын сіздерге қалдырамын. И сол ссылка арқылы кіріп өздеріңізге алып, осы макетті жасап бастасаңыздар болады. Сондықтан да бүгінгі сабақ осы. Қуанышты күндерде жолыққанша.